Қайырлы күн, құрметті көпшілік. Көпшіліктің сұрауы бойынша, көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтар бойынша бір тәжірибелік сабақта жауабымен бөліскіміз келіп отыр. Бұл сұрақ кез келген кесу жұмыстарын ұйымдастырғаннан кейін бұтау дейік, шырпу дейік, кесу дейік, әргезі қырқу дейік. Соның орнына бірінші жағуымыз керек па деген. Жақындап түсіруге болады. Мысалы, қазір кесу жұмысын жүргізіп, мына жерге біз не жағуымыз керек па деген. Яғни балқытылған садовый бар деп айтады. Соны жағамыз дейді, немесе біреулер сырлаймыз ба дейді. Сондай сұрақтар туып жатады. Оның жауабы бар. Кезіндегі кеңес үкіметінің мектебі болатын бойынша, осы жеміс көкөністерге қатысты. Олардың ол кездегі технология бойынша оны садовый бар жағу керек деген нәрсе болды. Яғни бұның бойына инфекция кіреді деген нәрсемен. Ондай нәрсе болды. Ал бірақ осыдан бір 15-20 жыл, мүмкін 30 жыл болған шығар, мүмкін. Батыстық ғалымдардың, Алекс Шиго деген ғалым бар. Сол кісінің зерттеген ғылым қалып үлкен жаңалығы бар. Компартментализация деп айтады. Яғни кескен бір ағаштардың бір жері сынған екен, немесе кескеннен кейінгі ағаштың сол бөлігінен бас тартуын айтады. Яғни біз мына жерін кестік па, мысалы кессек, бұның түбінде осының астында бұдан бас тартатын бөлік қалыптасады. Яғни қорғаныш қабат қалыптасады астында. Яғни ол жерге ешқандай инфекция кірмеуіне соған ол жұмыс істейді. Яғни сонымен не айтуға болады? Сырласаңыз да болады, садовый бар жақсаңыз да болады. Бірақ оны өте жұқа қылып жағуыңыз керек. Өйткені олар шіруді үдетіп жібереді, керісінше. Шіруді. Өйткені көзіміз жеткен біраз жағдайларда. Немесе жақпасаңыз да болады. Өйткені ол өзінің қорғаныш жағдайы бар, өзінің ағаштың мойнында. Сол үшін де егер жақсаңыз да болады, егер өйткені үлкен кесу, бұл жерге мысалы садовый бар, немесе раннет деген нәрсе бар. Өте жұқа қылып жағасыз, өте жұқа қылып. Қысқасы осы сұрақтың жауабы. Болды.